Намаз, ораза, сіз оны жәннатқа кіру үшін оқымай-ақ қойыңыз. Бұл сізді Алла тағала ақыл беріп, мұсылман қылып жаратқан үшін, шүкіршілік үшін орындайтын амал. Намаз, ораза сіздің жәннатқа кіруіңізге себеп болады, иншалла. Бірақ дұрыс түсініңіз. Сіз бірақ ол екеуін тура Алла тағала шарт қойғандай, мен намаз оқимын, ораза ұстаймын, бірақ мені жәннатқа кіргіз деген сияқты шарт қойғандай, сіз тозақтан құтылу үшін, жәннатқа кіру үшін ғана оқымай-ақ қойыңыз оны. Сіз оны Алла тағала сізге ақыл беріп, мұсылман қылып, иман берген үшін шүкіршілік ретінде орындаңыз. Бұл екеуі не істейді? Шындап келген кезінде қараш, намаз оқып жүрген кісілерден сұрайсыз. Не үшін намаз оқисың десе не дейді? Парыз еткен үшін оқимын. Тозақтан құтылу үшін оқимын. Жәннатқа кіру үшін оқимын. Біз мақсатын әлі дұрыс түсінген жоқпыз жігіттер. Ал Алла тағала не дейді Құранда? Ва ақимус сала, иннас салата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз оқыңыздар. Намаз сіздерді жәннатқа кіргізеді демейді. Намаз сіздерді арсыздықтан, жамандықтан, жеркенішті, лас тірліктерден қайтарады дейді. Қараңызшы, намаз оқудағы біздің негізгі мақсатымыз, намаз сізді сол жәннатқа кіргізетін, жақсы көркем мінезге апаратын бір себеп еді. Өйткені ол қараңызшы, намаз оқисыз, намаз сізді жамандықтан, арсыздықтан, жеркенішті нәрселерден қайтарады. Ал ораза ұстайсыз. Не үшін ораза ұстайсыз? Біз айтамыз, парыз еткен үшін ораза ұстаймыз дейміз. Сөйтіп парызымыздан құтылу үшін ұстаймыз оразаны. Алла тағала айтады: лааллакум таттақун. Бәлкім тақуалыққа қол жеткізерсіңдер. Ораза бұл бір ай өзіңді тәрбиелеп, тақуалыққа қол жеткізетін. Қарашы, біз ораза ұстаймыз, асқазанымыз ораза. Ал асқазан жүрекке ешқандай тақуалық жібермейді. Жүрекке тақуалықты апаратын нәрсе көз, ауыз, құлақ үшеуі. Бұл үшеуі бізде ораза ұстамайды. Бізде жаңағы жүрекке пайдасы жоқ, асқазан ораза ұстайды. Міне біз оразаның мақсатын түсінбей жатырмыз. Әлбетте, біз оразаға қалай кірдік, дәл сол мінезбен шығып кетіп жатырмыз. Неге? Өйткені бізде осындай жігіттер көрсіздер ме? Жаңағы тұрады, біреу келіп ғайбат айта бастаса, астағфирулла, 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 айтпашы кім? Айтпай-ақ қойшы ғайбат. Мен оразаның сауабынан айырылып қалмайшы деп, осылай ғайбат естіген кезде жаны қалмай шошып кеткен адам көргенсіздер ме? Қой деп жаңа не? Керосин себесің ғой. Оталдырамыз сол қайта. Сөзімнің соңында айтайын. Намаз оқысаңыз, сізді арсыз, жеркенішті істерден қайтарса, ораза ұстасаңыз, көзіңізді, құлағыңызды, аузыңызды тыйып, сіз тақуалыққа қол жеткізсеңіз, екеуін қосқанда не болады? Сіз көркем мінез егесіне айналасыз. Ал қияметте таразыға ең ауыр түсетін не? Көркем мінез.